Аффирмация. Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, дұрыс сөйлесін, немесе үндемесін. Мұхаммед пайғамбар. Сөз сиқыр, сөз тылсым, сөз жыр. Сөз көңіліңді көтереді, сөз жүрегіңді жылытады, сөз күлдіреді, сөз қуантады, сөз қайғыртады, сөз ашуға бөктіреді, сөз жұбатады, сөз ғашық қылады, сөз дұшпандық жасайды, сөз шабыттандырып жігерлендіреді, сөз ұнжырғаңды түсіріп кері тартады, сөз соғыс отын тұтандырады, сөз суырылған қылышты қанына қайта кіргізеді, сөз көндіреді, сөз өндіреді, сөз тәрбие, сөз білім, сөз Құран, сөз дұға, сөз рухыңның үні, сөз нәпсіңнің тілі. Міне, сөздің құдіреті осындай. Сөздің адамға қалай әсер ететінін түсіну үшін мынадай тәжірибе жасалыпты. Залға жиналған адамдарға көздерін жұмуды және баяу айтылған бір қатар сөздерді мұқият тыңдап, мағынасын түсінуді сұраған. Ұрыс, жанжал, айқай-шу, төбелес, пышақ, қан, жедел жәрдем, жылаған ана, мылтық, қабір, соғыс, бомба, қинау, сатқындық, жала, аштық, тоңу, қақаған аяз, мәжбүрлеу, ұру, зорлау, қиянат, жер сілкінісі, қираған үйлер. Осындай ауыр сөздер айтылғанда, жиналғандардың көңілдері құлазып, қабақтары түсіп, түрлері бұзылып кетеді. Залда жағымсыз аура қалыптасқан. Ал керісінше, жаңа туған сәби, шуақты күн, жайқалған ағаш, сарқырап аққан су, хош иісі аңқыған гүлдер, мейірім, табысу, кешіру, жәрдемдесу, олимпиада жүлдегері, жайнаған дастархан, достық, қамқорлық, әдемі әуен, ақша секілді жақсы сөздер айтылғанда, естігендер қайтадан жадырап сала берген. Сөздің әсері осындай алапат болғандықтан, қазақ жақсы сөз жарым ырыс, жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады. Қатты-қатты сөйлесең, мұсылман дінінен шығады. Жылы сөз жан семіртеді, сөз сүйектен өтеді. Тіземнен сүріндірсең де, тілімнен сүріндіре көрме деп мақалдатқан. Құранның Ибрахим сүресінде жақсы сөзді Алланың қандай мысалмен түсіндіргенін көрдің бе? Жақсы сөз бейне бір тамыры жерге терең тартқан, бұтақтары көкке жеткен мәуелі ағаш сияқты. Ал ағаш Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Алла тағала адамдар ойланып, ғибрат алсын деп осындай мысалдар келтіреді. Ал жаман сөз бейне бір жерден түп тамырымен қопарылған, тамыр тартып өз діңінде тұра алмаған жаман ағаш іспетті. Денілсе, Асхаб сүресінде, уа иман келтіргендер, ендеше Алладан лайықты түрде именіп, оған қарсы келуден, әрі азабынан барынша сақтаныңдар. Және әрдайым жібі түзу, дұрыс сөз айтыңдар. Сөз арқылы Алла істеріңді түзу қылып, күнә қателіктеріңді кешіреді, деп сөз түзесе іс оңалатындығын айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, дұрыс сөз сөйлесін, немесе үндемесін деген. Ал Абай атамыз сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел деп бекер айтқан жоқ. Сөз түзелгенде ой санамыз кез келген нәрсенің жақсы жағын көруге бейім болады. Адамдар арасында да жақсы көңіл күй қалыптасады. Жылы сөз айтылған жерде жағымды энергия орнайды. Жақсы сөзге көңіліміз көтеріліп, қандай да бір істі жасауға ынтамыз артып, жігерлене түсеміз. Шабытымыз оянады. Өзімізге деген сеніміміз арта түседі. Ал қолыңнан түк келмейді. Қабілетің жетпейді. Әлім білмеген әлек секілді сөздер керісінше адам көңілін су сепкендей басып, көкірегін күдікке толтырып, сенімділігін жоғалтуы ықтимал, әрі ынта жігерін матап тастауы мүмкін. Осындай талабы мұқалып, сенімі сетнеген адамды психологиялық қайрауды, яғни сөз арқылы жігерлендіруді аффирмация дейді. Көптеген психолог, коуч, менторлар аффирмацияның маңыздылығын түсіндіріп, белгілі бір сөздерді бірнеше рет қайталап айтуды тапсырма ретінде беріп жатады.
Бірақ өз басым белгілі бір сөздерді шамадан тыс қайталауды жөн көрмеймін. Сондай-ақ шындыққа жанаспайтын аффирмациялық сөздерден де аулақ болған жөн. Одан да адамдарды шындыққа тік қарап, мәселені шынайы болмысымен жете түсінуге үйрету қажет. Мысалы, Құдай берген бет-әлпетіне разы емес қызға «мен ең әдемімін» деп күніне 100 рет қайталату дұрыс емес. 1000 рет қайталаса да, оның ең әдемі қыз емес екендігі алдынан шықпай қоймайды. Оны сезінген жағдайда керісінше депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан, әр адамның өзінше сұлу екендігін, әсіресе ішкі дүниесінің әдемілігі жайлы түсіндіру керек. Алланың құзырында әрбір адамның басты құндылығы оның адамгершілігі, рухани байлығы екендігін ұқтыру ләзім. Түрлі жетістіктерге жетіп, елдің құрметіне бөлінген жандардың бәрі бірдей асқан сұлу емес екендігін мысалдармен түсіндірген жөн. Алла елшісінің, Алла сендердің бет әлпеттерің мен түр-тұрпаттарыңа емес, жүректеріңмен жасаған істеріңе қарайды дегенін пенденің санасына сіңіру ең абзал іс. Сондай-ақ аффирмация жасаймын деп тәкаппарлыққа ұрынып қалудан сақ болған жөн. Менмендік, мен сөзін 2 рет қайталаудан құралған ұмытпағайсыз. Мысалы, мен мықтымын, қолымнан бәрі келеді деген сөзді жатпай тұрмай қайта-қайта айта берген адамның жүрегіне менмендік ұялауы кәдік. Мұндай жандар жетістікке жеткен кезде Құдайын ұмытып, өзін керемет санап, өзгелерді менсінбейтін күйге ұрынуы мүмкін. Сондай-ақ ойлағанына қол жеткізе алмаса, өмірден түңіліп, психологиялық күйзеліске түсуі ықтимал. Сондықтан, Алла маған қабілет қарын берген. Мен ешкімнен кем емеспін. Алла нәсіп етсе, қолымнан келеді. Еңбек бізден, нәтиже Алладан деу сенімділік ұялататын ең қауіпсіз формула һәм ең дұрыс аффирмация. Сондай-ақ, балаларымызды шабыттандырып, ынталандырғанда «сен ең мықтысың», «сен ең ақылдысың» деген сөздерден аулақ болған дұрыс. Себебі, ең деген сөздің астарында «сен басқалардан артықсың» деген мағына жатыр. Бұл балаңызды басқа балалардан өзін артық көретін тәкаппар мінезге, үнемі өзін өзгелерден жоғары ұстайтын теріс пиғылға жетелеуі мүмкін. Тіпті әрбір ісін ең мықтысың деген сөзді дәлелдеу үшін ғана жасайтын реактив адамға, яғни не істесе де өзгемен бәсекелесу үшін ғана жасайтын жанға айналады. Сондықтан, ең ақылдысың дегеннен гөрі, сен ақылдысың, сен мықтысың, сені Алла керемет қабілеттермен жаратқан деген секілді сөздерді қолданған жөн. Алланың көркем есімдерін зікір ету жай сөзбен жасалған аффирмациядан сан есе артық. Мысалы, кәсіппен айналысатын кісі Алланың Рәззақ, яғни ризық беруші деген есімін жиі қайталаған сайын дұға еткен болады. Әрі еңбегінің өнімін Алладан күткендіктен үлкен құдіретке арқа сүйейді. Нәтижесінде мұндай адамның өзіне деген сенім артып, қадамы нығаяды. Мысалы, денсаулығы сыр берген адам Алланың Шәфи есімін зікір еткені жөн. Ұрпақ сұрап жүрген кісі Әл-Уахаб, тарту етуші, сыйлаушы деген есімін қайталап айтқаны дұрыс. Жаңадан іс бастаған адам Алланың Фәттах, яғни есіктерді ашушы, бөгеттерді жоюшы, жаңа мүмкіншіліктерді беруші деген есімін дұға ретінде көбірек қайталағаны абзал. Сенім ұялататын сөздерді айтқанда, Алланы аузына алмаса да, Алланың қалауымен, жаратқанның қолдауымен деген үн көкірегінде сайрап тұруға тиіс. Сонда ғана менмендіктен аман боласыз. Ерінбей, бірнеше күн бойы аузыңыздан шыққан сөздерді мұқият бақылаңыз. Шағымдану, реніш, кінәлау, ақталу, боғауыз сөз бе, жоқ әлде айналаңызға шабыт берер, жағдайыңызға шүкір етер жақсы сөз бе? Қандай сөздерді жиі қолданатыныңызды білетін боласыз. Сөзіңіз түзелсе, өзіңіз де, өміріңіз де, айналаңызда түзеледі. Ешкім мақамы. Баяғыда бір қала әкімі халық көп жиналған орынға барып, жұпыны киінген бір кісіге «Сен кімсің?» депті, менсінбеген кейіппен. Әлгі кісі
Мен кім болушы едім? Мен ешкім емеспін, дейді. Жауабын түсінбеген әкім, ешкім емес, депті таңданған күйі. Шіреніп тұрған әкімнің өзінен, ал өзің кімсің, деп сұрайды әлгі адам. Әкім, мен мына қаланың әкімімін, дейді паңдана. Қарапайым адам сұрақты әрі қарай жалғастырып, одан кейін кім боласың, дейді. Әкім, бәлкім бұдан да үлкен қаланың әкімі болармын, дейді. Одан кейін кім боласың? Патшаның ең сенімді уәзірі боламын. Одан кейінше, бәлкім патша болармын, дейді әкім. Одан соң кім боласың, дейді қарапайым адам қаттырақ дауыспен. Сосын ба? Сосын не болушы едің? Ешкім, деп күмілжиді әкім. Осы жауапты күтіп тұрған қарапайым жан, мен сенің болашақта жететін ешкім мақамында қазір жүрмін, деген екен. Қиссадан не түсіндік? Егер Алла тағала бізден маған тиесілі нәрсені өзіме қайтарып беріңдер де, өздеріңе тиесіліні ала беріңдер десе, жанымызда нені қалдырар едік? Ән айтып, халықтың ықыласына бөленіп жүрген жұлдыз әншілер не істер еді? Дауысты да, дарынды да берген Алла емес пе? Алла берген әншілік қабілеті болмаса, халықтың қошеметіне бөлене алар ма еді? Ал дүниесімен масаттанып жүрген байлар ше? Атағынан ат үркетін ақын, жазушылар ше? Оларға ақылды, ақындықты, денсаулықты, жарық дүниені, тегін ауаны, сәттілікті, шабытты берген кім? Әрине Алла. Бірнеше кітабым жарыққа шығып, елге таныла бастаған кезім. Кітабымды оқыған адамдар көрген жерде жақсы сөздерін арнап, шынайы ризашылықтарын білдіре бастады. Осындай қошемет пен ілтипатқа кенеле бастаған нәпсім өзін бір нәрсе сезе бастағанын байқадым. Сол сәтте өзіме мына сұрақтарды қойдым. Қайрат, сен шағын ауылда қойдың көңін тазалап жүрген бір бала едің. Алла тағала мыңдаған баладан сені таңдап, екі бірдей шетелде оқуды, бірнеше тіл үйренуді, ел жер көруді нәсіп етті. Саған ақыл ой берді, көретін көз, еститін құлақ берді. Оқығаныңды тоқитын сана берді. Оқығаныңды есте сақтайтын қабілеті болмаса, не істер едің? Сонша жыл үйренгеніңді әп сәтте ұмыттырып жіберсе, қандай амалың бар? Бұндай сұрақты әр пенде өзіне қою керек. Мына пәниде ешкім мәңгілік емес. Олай болса, ерте ме, кеш пе, әркім ешкім емес екенін мойындайды. Ендеше қазірден бастап жаратқанның құлы екенімізді, Алланың қолдауынсыз ешкім екенімізді білуге тиіспіз. Ешкім мақамына жету үшін бәрін көріп болып, өлуіміз немесе өшуіміз шарт емес. Алдыңнан лауазымды немесе қалтасы қалың яки танымал кісі ұшырасты. Онымен күлімдеп амандасып, сөйлескенде сыпайы бола қалдың. Аз уақыттан кейін егде тартқан иден жуатын апай немесе күзетші шықты. Ол кісілермен қалай амандастың? Әлде мүлде амандаспадың ба? Егер сәлемің екі түрлі болса, алдыңғы амандасу көзбояушылық қана. Кісі таңдап амандаспа, адамдарды алалама. Жай ғана амандасудағы айырмашылық біздің ішкі болмысымыз бен руханиятымыздың көрсеткіші болмақ. Барлық нәрсе нәтижесімен өлшенеді. Мол байлық, биік мансап, үлкен атақ сені ізгіліктен алыстатып, адамдықтан айнытар болса, онда мұның бәрі Алланың саған берген нығмет кейпіндегі нихметі, жазасы болмақ. Ал керісінше, басыңа түскен қиыншылық сені даналыққа тәрбиелеп, жаратқанға жақындата түссе, онда мұны Алланың саған жазған зор жақсылығы деп білгейсің. Кішіпейілдік өзіңде бар нәрсені жоққа шығару емес, бәлкім олардың бәрінің шынайы иесі Алла екенін мойындау.